Ғылым қызметкерлері күніне орай Махамбет университетінде дәстүрлі Кушаев оқулары ғылыми тәжірибелік конференциясы ұйымдастырылды. Аталған ғылыми жиын көрнекті ғалым археолог Қазақстанның тарихи зерттеушісі Кушаев Гаяз Абдулвалиевичтің бай ғылыми мұрасына арналды. Конференция отандық тарих пен археология саласына қызығушылық танытатын оқытушыларды, зерттеушілерді және студенттерді біріктірген маңызды ғылыми танымдық алаң ретінде өтті. Іс-шара барысында қатысушылар ғалымның археология ғылымының қалыптасуы мен дамуына қосқан елеулі үлесін, ғылыми еңбектерінің маңызын, сондай-ақ қазіргі тарих ғылымының өзекті бағыттарын жан-жақты талқылады. Бұл дәстүрге айналды. Біздің факультетімізде осы Кушаев оқуларын ұйымдастыру. Бұл енді жылма-жыл шәкірттеріміздің осы білім алып отырған университетімізде, факультетімізде өзінің пәніне деген қызығушылығын арттыру, ғылымға деген сүйіспеншілігін арттыру, ізденісіне енді оқытушылар тарапынан қолдау білдіру арқылы оқытушы мен студенттің арасында жүргізіліп отыратын ғылыми жұмыстардың нәтижесін көрсету. Сондықтан да енді бұл конференцияның тек студенттерге ғана емес, әрмен қарай осы ғылымның дамуына да қосар үлесі көп деп біз өзіміз білеміз. Ғылыми жиында жас ғалымдар мен студенттер мазмұнда баяндама жасап, археология және тарих ғылымының түрлі бағыттарын қамтыған өзекті мәселелерді ортаға салды. Атап айтқанда, Алакөл ойпатының Кушаев зерттеулеріндегі орны, Жайық қалашығын маңызды тарихи археологиялық нысан ретінде қарастыру, сондай-ақ Батыс Қазақстан облыстық тарих археология орталығының өңірдегі жетекші ғылыми мекеме ретіндегі қызметі кеңінен сөз болды. Ерекше назар Жайық өзенінің бассейніндегі орта ғасырлық қалалық мәдениетті зерттеу мәселелеріне аударылды. Бұл бағыттың Кушаев ғылыми еңбектерінде ерекше орын алатыны атап өтілді. Жалпы Жайық қалашығы тарихи мәдени музей қорығының ашылу тарихы 2024 жылы Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиевтің тапсырмасымен Жайық қалашығы тарихи мәдени музей қорығы болып құрылды. Алдағы уақытқа сыртқы табиғи факторлардың әсерінен бұзыла бастаған ерекше бірегей ескерткішті қалпына келтіріп, болашақта музейфикациялау мақсатында үлкен жұмыстар жоспарланып отыр. Бүгінгі таңдағы негізгі мақсат көне мұраны жан-жақты зерттеп, ғылыми негізде насихаттау барысында кешенді жұмыстар жүргізу. Жалпы алғанда Кушаев оқулары ғылыми пікір алмасу мен тәжірибе бөлісуге мүмкіндік беретін, жаңа зерттеу бағыттарын айқындауға жол ашатын және жас зерттеушілердің ғылыми әлеуетін арттыратын маңызды алаң ретінде бағаланды. Мұндай мазмұнды іс-шаралар ғылыми дәстүрлердің сабақтастығын нығайтып қана қоймай, тарихи мәдени мұраны сақтау мен зерттеудің стратегиялық маңызын айқындай түседі.